бөліктерінің бірі білім қазынасы. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе әдебиет арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлар ақыл-ойының жемісі, тарихы мен табылымы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар еді деген ақын ағамыз Ғабит Мүсірепов. Келесі кезекте сіздерге кітап жайында қызықты мағлұматтарды ұсынамыз. Кітап оқиық. Дүниедегі ең үлкен сөздік неміс сөздігі. Мұны Яков Вильгельм Грим 1854 жылдан бастап алдыра бастаған. Бұл іске көптеген ғалымдар үлес қосқан. 1971 жылы толық баспадан өткізіліп сөздік аударылады. 34 томдық бұл сөздікте 3451 сөздік аударылған. Оның салмағы 1,5 тонна тұрады. Дүниедегі ең ауыр кітап Британ музейінде сақталған географиялық атлас екенін білесіз бе? Ол кітаптың ұзындығы 2 метр, ал салмағы 320 кг құрайтынын білесіз бе? Жалпы кітап араб тілінен аударғанда жазба деген мағынаны білдіреді. Мерзімсіз баспасөз басылымы. Көркем әдеби, қоғамдық, саяси, ғылыми, практикалық негіздегі туынды. Кітапқа арналған ескерткіш Берлин қаласында орналасқан. Ең алғашқы кітаптар шығыс елдерінде, Грекияда, Римде пайда болған. Дүниедегі ең мәшһүр кітап кейіпкері Наполеон. Бұл жайында 100 мыңнан астам әртүрлі жанрда кітаптар жазылған. Пайызы минутына 210 сөз оқиды, ал 2 минутта 1,5 бет оқиды. Google әлемдегі жарық көрген барлық туындыларды, әдеби, ғылыми туындылардың барлығын есептеп шыққан. Олардың саны 130 миллионнан асады. Менен келешегін, өткен тарихын жыр еткен ол кітап болатын. Сондықтан да кітапты ұлы ғажайыптардың бірі деген екен Мақсым Горький. Онда біз білмеген, естімеген, оқымаған ғажайып құпияларға толы. Сондықтан кітаппенен дос болған адам ғана оның құпиясын ашып, ғажайып сырларын танып біле алады екен. Кітап оқуға шақырамыз сізге. Рахат ауылдық номері 1-ші орта мектебі кітап сыйла эстафетасын эстетикалық пәндер бірлестігі дене пән бірлестігіне жолдайды. Эстетикалық пән бірлестігінен дене тәрбиесі пән бірлестігі эстафетаны қабыл алдық. Эстафета жалғасын табады. Эстетикалық пән бірлестік мұғалімдеріне рахмет.